Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Нормальный подкаст Арманимен. Мен Арман Жаналиев. Бүгінгі шығарылымның қонақтары мен үшін өте бір керемет жандар. Өйткені қазақша КВН-де аты алтын әріппен жазылатын аңыз адам. Қазақша КВН-нің атасы емес, бабасы деп айтуға болады. Өйткені қазір біздің өзіміз ата болып қалдық. Қазақша КВН-нің бабасы, Қазақша КВН-нің екі дүркін чемпионы, Қазақша КВН-ді Қазақстанда бірінші алып кеп DVD дискке шыққан ағаларымыздың бірі Дәнекер Оразбай ағамызбен, Дәнекер Оразбай ағамыздың өмірлік жары, енді жеңге деп айтуға ұялып тұрмын, Нұргүл әпкемге отыр. Қош келдіңіздер. Срочно автоматически әпке болып кетті ғой. Сатқындар. Сразу ба? Жерлестер сатқындар. Менің бір ауыз сөзімді жерге тастамай келгеніңізге дәке рахмет. Сіздер сияқты ағалар бізді қолдаса, біз сияқты інілер сіздерді қолдап әрқашанда жүре берейік. Рахмет сізге. Сендей тәтті інілер көп емес қой. Ой, рахмет. Арасында осындай бір бірегей болған. Мен сіздерді көріп өстім. Бүкіл жерде. Жоқ дей алмады просто. Мынау тем более жерлес деп келді сонда. Осак белді айтпаса келмесем деп. Мен жеңге деп отқан бағана бері сөйтсем, Нұргүл жеңгем, әпкем автоматически болып кетті. Өзіміздің Жамбыл облысы Жаңатастан екен. Қош келдіңіздер. Қалайсыздар, амансыздар? Жақсы, көңіл күйлеріңіз қалай, дәке? Көңіл күй деген бұл кісінің қасында жүріп, көңіл күйсіз жүру болмайды ғой. Болмайды. Орысша от крайности до крайности бар ғой, или көтеріліп жүресің, или бүйтей. Бүгін жақсы ғой көңіл күйлеріңіз? Күшті. Керемет. Өте мықты. Бұл подкаст енді қазір кешкі уақытта түсіріліп жатыр. Бала шағаны кімге тастап кеттіңіз? Бізде проблема сонда, или сіздер өсіп қалған ба уже? Бізде екі студент. Ой, ба, үлкен ұлым студент, одан кейін қыз студент, одан кейінгілерді солар қарап жатыр ғой. Уже сол нянька болып кеткен ба? Қанша бала шағаларыңыз, Аллаға шүкір? Төртеу. Екі қыз. Заказбен екен ғой. Бізге жұғысты болсын бұйырса. Енді дәке барлық жерде отбасыларға қойып жүрміз енді қазір КВН-ге неге ораламыз? Әпкеммен дейікші. Әпкеммен қалай таныстыңыздар? Биыл қанша жыл болды үйленгендеріңізге? 2004-тен есептегенде 20 жылдан асып баратыр. 2024-те 20 жылдығым. Мен КВН бастаған жылы үйленіпсіздер ғой. Маған 20 жыл болыпты КВН ойнағаныма. 2004-тен, 2003-те таныстық. Қазақ Түрік университетінде. Бұл кісі студент, 2-ші курста оқиды. Сіз? Мен жұмыс істеймін. Уже мұғалімсіз ба? Уже мұғалім болды. Жастар комитетінде. Жастармен жұмыс істейтін кезім. Түркістанда бұл кісі ағылшын филологияда оқып жүрген кезде, онан кейін бойы 1.80 ғой енді. Мен бірдей, почти 2 сантиметр кіші. Модаға қатысатын, мода көрсететін. Мисс болды сол кезде. Мисс болды. Миссіз кезде мисс болып кеткен. Миссіз. Ми жоқ кезде мисс болып. Сосын? Сөйтіп 2-ші курста танысып, вообще негізі бар ғой, мен үйде заказ негізі мамамнан. Болашақ келіншегін, мен мамам бойы қысқа, одан кейін ақ сары кісі. Сіз кімге тартқансыз бойыңыз ұзын? Әкем бойы ұзын. Сонда жаңа мамам, анам заказда келін бойы ұзын, сосын қара торы болу керек, қара болу керек деді. Фақ етіп кездесті ғой мынау. Сразу маманың заказы ма? Қап-қара бойы ұзындай болды. Осы дедім. Ол кезде бірақ бүйтіп жүрген, ол кезде 5-6 қызбен былай жүре беретін кездер ол кезде. Ол кезде? Сіз қанша қызбен жүргенсіз негізі? Үйленгеннен кейін ба, үйленгенге дейін ба деді. Үйленгенге дейін ба, үйленгеннен кейін қайтын. 2 сезон бар бізде. Үйленгеннен алдын, сосын кейін. Кейін ол сезон жоқ қой вообще. 2 сезонмен тоқтадық енді, 3-ші сезон болмай-ақ қойсын енді. 2 сезон жетеді дейсіз ғой, сериалдар бар, сезон. Сол 2004-те 2-ші курсты енді бітірген, осы алып қашып кеттік қой. Ол кезде алып қашу ғой, Сіз қалай әпкем Жаңатастан болып бұл жақта оқып жүрсіз? Мен Қазақ Түркте оқып, Қазақ Түркте жұмыс істедім ғой. Бұл Түркістанда Қазақ Түркте головнойда оқыды. Мен Шымкент филиалында оқып бітіріп, сол жерде жұмыс істеп, Түркістанға КВН-ге жюриге барам ғой мен. Барлық жерде КВН байланысы бар дейсіз ғой. КВН-нің байланысы өте көп. Әділ қазылар алқасының төрағасы боламын. Сол Мешфак, Қазақ Түрік университетінде Мешфак болды, факультет аралық КВН-де. Мен сол жерде төрағамын, енді жұмыс істеген кейін. Ана біткеннен кейін дефиленің екі қызын шақырады ғой. Біреу дипломды апшады, біреу гүлді апшығады. Неге махаббат. Соның соңында енді бірінші орын тапсырайын деп атсам, бойы ұзын, мынандай бір немен шықты, сәукелемен вообще люстраға тиіп бала жазды.
деп гүлді алған күйі қарап қалыппын ғой, пауза кәдімгі қарап тұрмын. Кейін барып есім ойлаймын, мен неде тұр екенмін, сөйлеп жатырмын, табыстауым керек. Соны кешіңіздер, әдемі қыз көрсем басым істемей қалатыны бар деп бір күлдіріп алып ары қарап табыстап, содан енді табыстағаннан кейін бітеді, ән болды. Бәрі сахнаға шығып құттықтап суретке түсіп жатыр. Мен Нұргүлді іздеп бүйтіп болам. Киімін ауыстырып, сумкасын ұстап тұр екен андай шетте кулисада. Сіз күтіп тұр ма или? Жоқ, танымаймын ғой. Танымайсыз. Подругасын күтіп тұрған шығар, тұр әйтеуір. Мені күтіп тұр деп ойлап тұрмын енді мен. Бұл санда ғой мен үшін. Мен сөйлескенде жоқпын мен. Соны ойда қолында сумкасы бар жаңа киімін сабағында өзі қайттан өзім кәдімгі повседневный киімде тұр. Соны сөйтіп бірақ кейін кәс қоя тұрыңдар деп кейін барып шақырып алып суретке түсіп алдым өзім фотографпен. Содан кейін сол фотографтарға кетіп баратып маған сурет шығарыптыңдар дедім. Бірақ кетіп қалдым, сурет алмай кеттім. Ғалымжан деген сол Қазақ-Түркте істейтін бір інішегім бар еді, жұмыс істейтін. Соған айттым, мен ана фотограф тауып ал да ана қыздың маған суретін жібер деп. Кейін солың суретін алдырып, сөйтсем бұл жүректе кетіп қалған екен. Ана фотографтан алып, суретті алып, рамкаға салып, өзі сөйтіп істеп қойған екен өзім бөлмесін. Сізге ма уже? Өзіне? Өзіне ма? Қалай танымайтын адам суретін шығара салып? Мен енді 1,5 курс енді дым білмейсің ғой, Түркістанда общежитиеда күнде сізді пәленше деген КВНщик шақырып жатыр. Барам, бір шоколадпен. КВНщиктерді әлі танымаймын мен. Яма, ол кезде сотка жоқ кез ғой. Телефон жоқ қой, комендант бар ғой. Таксофонмен звондаймын ғой, ана 500 единица салып. Иә, сондай еді ғой. И комендантқа звондаймын, общежитияда. Сөйтеді, ар жақтан ана громкий бүткіл общежитияға естіледі ғой. Қой шығара Иван Нұргүл, вақтаға түсіңіз, қой шығара. Мынау түсем дегенше тұр. Ана единица көз алдыңда кетіп жатыр. Вообще бол деп айтыңызшы, вообще апай бол деп айтыңызшы. Да, келем де сорайып келем дегенше единица таусылады. Қайттан 500 саласың, сөйлесем. Сонымен бітеді ғой. Таксофоның бар кезде. Ойбай, 3-ші жылдар ғой сол. Өзі сөйлесе алмайды, сосын күнде бір жайдарманшы. Ол кезде КВНщик дейміз ғой. Біреу келеді да бір кішкентай сыйлықтан беріп кетеді. Бұны кім беріп жатыр, қайдан беріп жатыр, түсінбеймін. Соңында келіп жаңағы Ғалымжан деген жігіт қой. Келіп, не деді, әпшеде жеңеше деп кеткен ғой, егеленіп ағам. Уже жеңеше ма? Жеңешесі Дәнекер ағам, осындай, уже Дәнекер ағам кетті сол мен. Реклама ғой. Оның ақшасын беріп жатқан жоқ му, солар сатып алып жатыр ғой, менің атымнан беріп жатыр да бірақ. Сөйтіп, соңында плюшевый бір аю келді ғой. Ол аюшы соқ бір, осы соңғы бір 15 жылдан кейін бір тасталды ғой. Үйде сақтадым. Сақтап қойдыңыз ба? Ол мен мойныма алып бүйтіп бардым ғой. Туған күніңе ма бір бәлеге бардық қой. Сол кезде үлкен аю бердіңіз ба? Анау плюшевый да. Сонда ана бір мамасымен танысатын болдық. Мамасы Жаңатастан Түркістанға келеді. Соны мен бұны дайындаймын ғой. Мен алдын ала келіп ағам. Мамасын күтіп алуымыз керек. Короче, мамаңа айт. Менен жасым үлкен, мына кішкентай дым білмейді. Не деймін дейді. Енді айт осы, қазір енді сөзім жарасып жүрген жігіт осы деп мен енді үйретіп жатырмын мынаға. Мен бәлем бәрін білемін ғой. Көріп қойған бәлемін ғой. Қалай подарка беріп қойғам десеңізші. Бұған дейін де бір екеу жеңгем боқ бала жаздап барып болмай қалған ғой. Сөйт жаңа шешең келгеннен кейін айт деп бұны мен дайындаймын ғой. Ала келеді, мақұл дейді да. Соны отыр бір жерге бар тамақтанатын болдық та деймін да мамасын бүйтіп дейді да ау десем демей қалады да мамасын өшіп шығарып салатын болдық айтпады ғой кетіп баратырмыз уже автобусқа мінеді автобус көрініп тұр мен сумкасын ұстап алғам әлі күйеу бала емеспін бірақ уже ана енемнің сумкасын ұстап алғам шыным деп бұлар екеуі алда мен кішкене артта кетіп баратырмын да Нұргүл деймін қарап қалады кейін пикать етесіңдер ғой жының деп тұр да енді уже автобусқа мінсе болды кетті ғой мен айтамын кішкене білдіріп қой енді дейді ау десе мына өзі үйде тауық қанша болды деймін ана бір сасқан үйде мамаға ма тауығы несі бұған өмір тауық сұранбаған папам тауығы қанша болып қалды дейді ана түсінбейді мамасы бәрін түсініп кеткен екен сол күйі айтамын айтпады ма автобусқа мініп кетті бірақ ана жүрек сезеді екен ғой сол кезде кейін осы берді сумканы күшті көтерген болып тұрсыз ғой дәке мен от души ғой ауыр егер болса да ауыр емес сияқты көтеріп келе жатырмын ғой зілдей бәле анау араларыңыз қанша жас сонда дәке 4 жас қой 4 жас қатты үлкен емес екенсіз ғой онда жоқ енді білмеймін сол кезде 85-термен оқыған ғой
білмеймін ауын деген 5 жас болып есептеліп кетеді ше бүйтіп санағанда соны короче айлармен санағанда әкесі жасын үлкейте алмайды бұл кішірейте алмайды папасы уже 78-де келіп қалды негізі 70-ке толмаған әлі өзімнің санағы бойынша біразге кетіп қалған да сөйтіп мамаға айта алмадыңыздар мамаға айтамадық мама кетті содан сол жылы ғой уже 2004-те жазында ғой мен де мына бұл ана жақта грантта оқиды өзі леспек ташимович деген марқұм сол кезде ректорымыз болған кейін президент болып кетті сол қазақ түркі сол кісіге кіріп мынаны в общем шымкентке ауыстыру керек болды бюджетныйға өзі грант дейтін еді ғой бюджетный сонымен ойбай болмайды деп жүріп ректорлардың бәрін араластырып үйтіп бүйтіп жүріп в общем сол жылы үйленбей тұрып мына жаққа ауыстырып алған ғой мен пысық айуан шымкентскиймін ғой алдын алған бәрін істеп қоюым керек қой бұны ауыстыртып алып документтерін бәрін зыңғып сөйтіп барып жазда қол ұстасып ауылға қарап кеттік үйлендік жіберді зато бәрі үйленгеннен кейін барып істеп зачем уже қиын болып алдын ала бәрін істеп қойдыңыз ба конечно по полочке қылып машинада алып қашып жатқанда алдында есен аға отырды қойыңызшы сосын кім дәкең ондай кезде мен де көнетін едім десең иә сейтжан бар қыз екі машина болып ана бір шапағаттар бар енді қызық болған ол кездерде сол кездің жұлдыздарымен алып қашыпты ғой сізді тек алданып қалдыңыз ба или қалай енді қалай дәкең қай жері ұнады сізге қай қасиеті сұрай бермесе ұрысып ажырасып кетерміз не үшін білмейді ғой болды ғой 20 жылдан кейін қаққа барасыздар сол кейін білмей кетсін біліп алып ертең маған мақұл болды дәкең өте керек жоқ енді айтыңыз ал енді біріншіден бұл кісінің опыты бар үлкен жігіт болып тұр ғой қай жақ өзі ше төсектенмеш өзі айтады ғой біраз қыздармен жүргенмін деп үйреттім ғой талай нәрсені үйреттім мен енді әріп үйреттім енді жігітпен мүлдем жүрмеген қыз сабақ мектепте де қызылға бітіргенмін тек сабақты ойлайтын тұғым жаңағы тек бір нәрсеге қатысып жүремін сабақ сөйтіп сол уақытта не жігітті де ойламайсың мынауге құртты десең біледі екен жігіттер біледі екен ғой негізі жігітпен жүрмеген деген ше сезеді дейсіз ғой или там ана тағы жаңағы Түркістанда таза жерден су ішетін жылғымын ғой мен сөйтіп сұрады ма жерден таза жерден терең жерден сөйтіп сұрастырып енді қалай көп жігітпен жүрмегеннен кейін жаңа күнделікті ухаживание внимание дейді ғой енді одан кейін дәкеңнің өзінің ауыр сөз айтқан жоқ тек жылы сөздер айтатын үйленгенге дейін ма жоқ не үйленгеннен кейін де берде ғой енді жаман қылығын көрген жоқ бойы ұзын мен өзім бойым ұзын ғой енді дұрыс па 1.80 деңгейлес иә былай қарап тұрсаң бойы ұзын қызға бойы ұзын жігіт табыла салу да шлида оңай емес ау сөйтіп бойласып кішкене светріңіз келіп бірінші бой өлшедік кейін басқа жерлер кейін ол сөйтіп айтпақ қой жаңа 14 айтпақшы осы жақында 14 февральда 20 жылдығын атап өтеміз Валентина деген мода еді ғой кезде күні ғашықтар күні ғашықтар күні ол кезде мода еді сол кезде ойбай қырған Шымкент қаласында Эдем деген колыстағы кафе бар еді сол кезде қолында бір розасы бар енді бүйтіп қазіргі голландский роза десе иә қазіргі бүйтіп күшті қылып түсіріліп жатқандар сол сөз салуды сол жерде жасап маған дәкең ба романтик болған екен ғой плюшевый мишканың өзі 2003-те кез келген адам бере бермейді ғой негізі енді былай сезіммен бір күшті бір біз ана тойымыз ше автобуста болған тойымызды айттық той автобуста болды ма иә гулянка автобус ана ол кезде гулянка қазір ғой гулянка мода емес қалып кетті ғой енді бір маған мысалға да енді әпшең ба жеңшең ба не қылып жіберді әрқашан мен бір бұл мен қолдайды да мен қандай не енді балдармен ақылдасып отырмыз тойды не істейміз гулянканы и бір сәкен деген досымыз бұрын бір Алматыда трамвайда болған бір необычный болсын вертолет кезде ақшамыз жетпейді вертолетте өзі бар ма жоқ па білмеймін бірақ өзімізше қиялдап отырмыз ғой енді сейтжан бар достар талғат сол кезде өзіміз жігіттердің бұрынғы составы самат бар сейтжан бәріміз отырып сонда сәкен деген досымыз әкесінің несі бар тұғын автобусный парк
сол мен папамнан айтып көрейін ба сөзді ман деген ана бір көк автобустар 35 деген ман деген турецкий соны сөйлесейін ба деді давай деді бірақ мен мынамай ақылдасқан жоқпын мен қалай болады екен ол бәрі келіншектер ана лимузинге отырғысы келеді ғой деген менде ой болды бұл сөйтетін шығар деп ойладым да бірақ әлі ақылдасқан жоқ мен көрейін нұргүлден сұрап көрейін деп кешке бардым осындай балдар автобуспен шығамыз автобусты безендіреміз деп жатыр шар-мар анау бәрі все дела алдына кукла қоямыз и бәріміз ішінде прикинь деп бұнымен рекламасын өлтіріп жібердім бұл бүйтіп бұлттаған түрі бұзылып кетті да давай деді все сәкен давай все кетті сөйлесе бер сол күні мынау бәрі киімін алып неғуға кетті салонға кетті мына жақта біз балдармен алу өзіміз жұмыстармен бір уақытта келе жатыр ғой сәкен ана маған бір сәндеген бүкіл шар-мар анау несімен бам тура мынау прокуратураның артында тұрамыз Яңшахар жақта келіп отырар телеканалы бар ол кезде Дина Төлепбергенова сол не алатын болып и сол жылы ең үздік той деген неде жаңа жылға номинация біз осы ең үздік той свадьба года деген сияқты той жыл той и сол жылы Дина Төлепбергенова да сол репортажбен бір нені жеңіп алады да в общем Астанаға телеканал ғой жұмысқа несі көтеріп кетіп қалады сіздер себепкер болдыңыздар ғой Динамен біз зор доспыз бұрын Дина ол біздің Нұрбол Айтұловтың группаласы бірге оқыған сондай бір қызықты нелер болған и бір-бірімізге андай бәрібір қанша дегенмен енді қарсы шығамын әйелдің аты әйел ғой бәрібір бірақ бір жерде тойда қарсы шыққаны сол жылы бір адамды күйдіріп анау шақырту бар ғой суретке түсіп ше сурет анау бірақ суретте жазылатын ше суретке түсейік дейді ғой мен жының біледі қойшы суретіне ше не білемін суретке түсіп дешевый ғой деймін да қойшы деп сонымен в общем түстіңіздер ма бүйтіп адам басын ғана бүйтіп қойып қоя салатын ше анау ше денең бүйтіп қылтиып тұрады да мен басым бүйтіп или наоборот дәу денеге менің басым сол бүйтіп қойып қойған блин әлі бар сол шақырту көрсем жыным келеді ғой әр жерде жатады үш түрлі сурет қой тағы екі рет үш рет түсірді осының астына шығарып қою керек осы сіздер айтып жатқан кезде үшеуі де ұнамады жібересіз ғой екеуі ма табылса суретке түсіп басын сөйтіп сол жылы ең күшті тойдың бірі болды ғой свадьба года автобуста онда ешкім жасамаған етін өте осы әлгідер біздің қатарлар сол кезде көргендер әлі айтады ғой даже қазір мен бір тиктокта прямойда отырсам да кезінде автобуспен жүріп едіңіздер ғой деп әлі айтады білетіндер енді әке сіз КВН айтып жатырмық қой ең мықты ойыншы болдыңыз аллаға шүкір өзіміздің жігіттермен ойнадыңыз и костюмесінің жетекшісі болдыңыздар енді сіздер екі дүркін чемпионсыздар ғой енді бірінші сол КВНде бір басыңыздан өткен бір оқиға бар ма бірінші КВН деген айтыңызшы маған қызықты сол КВНде болған кейін семейный айтасыз өзіміздің жігіттердің кезінде анау Сейтжан мен Талғат Самат төртеуміз ең бойшаң бірдейміз төртеуміз жүрген кезде жаңағы бригадамыз ғой енді қара плащ немен жүреміз енді университеттің активистеріміз бәрі ойбай ана великолепная четверка в общем не керек ақшам жоқ болса да бір миллионердің балдары ұқсап жүретінбіз енді тап-таза тап-тұйнақтай в общем университетте концерт бола ма мен жүргізуші жарыс бола ма мен қатысамын барлығында жүре беремін ғой бір Жайдарманның несі болатын болды әкім кубогы ма в общем неде алаңда площадьта сыртта выступать етеміз біздің ана өзіміздің жігіттердің мынандай бір қап оюы бар бір архон жазулар сияқты ана бір баяғы тастарға түскен жазулармен сол сияқты оюы бар бір қоңыр әдемі ана бір сыртынан қарасаң бір батырлардың сауыты сияқты и астына джинсы заманауи қазақ өрнектерімен әдемі формалары сондай өзіміздің жігіттердің формасы сонымен в общем кешке не болады түнде площадьта ең соны выступать етеміз әкімнің кубогын аламыз жаңағы берген ақшасын аламыз да сол күні бәріміз сол формамен кетеміз ғой жан жаққа Сейтжан костюм шалбармен мен анамен кетіп қаламын білмеймін сол жерден шығамын мен кеш шығамын ба бір бөле аламын балдар кетіп қалады да жаңағы өзіміз отыратын жерге сонымен барамын мен түнімен отырамыз ертеңіне азында университетте концерт мен жүргізуім керек мен ана киіммен жүрмін ана костюм шалбарым қай жақта екенін білмеймін жоқ азында бәріміз бір үйден тұрдық бір қыздардың үйіне баратынбыз біз қыздардың үйінде тұратынбыз баяғыда үйіне барып тұратынбыз да Талғат ол кезде Талғат жүретін менің қатысым жоқ мен бірақ сол үйге бардым Сейтжандар сол үйге барған досыңа барасың ба азында тұрсам бәрі ұйықтап отыр қарасам Сейтжан деген өте чистоплотный мынандай киімнің мына несіне ернеуінің көйлегін несін пиджагын бәрін зіңгіп болып қойған бүйтіп размеріміз бір один
жай тұрдым да бүкіл Сейітжанның киімін киіп ананың бәрін әдемі қылып қайтып орнына қойып кеттім Өзіңіз формамды кетіп қалдым бардым ананы сценарийді алдым алдын ала ғой барып ол сағат бір сағаттарда концерт басталды бір концерттің ортасында актовый залда мен ведущий болып тұрып қасында бір қызбен адам тола енді білмеймін не жүргізіп жатқан бір бөле жүргізіп жатыр екі есік қой актовый залда мына жағынан есік ашылды да Сейітжан қасық бара ғой бүйтіп менің формамды киіп алған ана ою деп кіре алмай тұр ғой а мен костюм Сейітжанның костюм шалбарынан зың болып галстукпен тұрмын ғой бері кел дейтін деп қоямын ғой сөйлесіп жатыр деп қояды деп тұр сонымен в общем концерт бітті ғой концерт біткеннен кейін ар жақта подсобка бар ол жақта күтіп отыр ғой мені жаңа келіп сабақ қалған жайын келсем деп қуалап андай то есть сонда анау автобуста келдім ана мен қара бет болып дейді бәрі маған қарайды ана ою мынау қаяқтан шыққан модельдер ана неде джинсыда жалпақ ана аяқ киіндім мынандай да ол КВН формасы ғой негізі форма ғой ою ана көрсең действительно бір көшеде киетін киім емес та анау ұят анан киген действительно Сейітжан братанмен бірдей болды ма не сіздердің нелеріңіз размерлеріңіз ол киім де өріп кетті ғой бәсе қазір сәл дәуірегі ірі қазір ол баяғыда талғат дегендер жіп жіңішке кеше есеннің тойында көрдім ғой Сейітжан братан келді ол астанада қазір астанада сондай бір қызықтар енді жеңгем басынан әпкем басынан өткен оқиғалар болса бір қызықты или семейный оқиға ма әпкем қызық болып тұр ғой дәке мен ана айтылмайтын нәрселер айтпа бірақ жоқ негізі әпкең жаңа маған келіп құлағыма айтты да бола ма деді мен болады дедім айта берсеңші сол қызық армаш не туралы айтып бұдан мысалға да мен сен не үшін алдың менің мына жамандығымды жасырып мына жақсылығымды асырады деп алдым ғой мына жерде адам артына шайып позорын шығармақ осыны ертең ел көреді жұрт көреді не айтайын деп тұрсыз сонда жаман болса білмеймін не айту керек екенін жоқ екеуміздің арамызда болған енді шли түндегін айтпайтын шығармын енді айналып келіп бәрі түнге айналып келіп бәрі одан басқа қызық қалмады ғой деп одан басқа қызық жоқ айта беріңіз енді жеңге енді бұл плюс 21 айтпақшы бізде анау енді мен балдардың арасында ең бірінші мен үйлендім ғой 24 жас 23 ба 24 жасымда мен үйлендім мен ол заманға енді кішкене ертерек болып қалды дағанда қасымда қатарластарым бәрі бойдақ үйленгеннен кейін бір жылдан кейін уже баламыз пайда болып қалды мынау 3-ші курста оқиды мен уже студент болып жүріп уже баламыз бар еді да оны кетеді сабағына мен қараймын сонда анау қиналдық действительно өзі бұл жұмыс істемейді менің айлық байға жетеді дейсің әйтеуір өйтіп бүйтіп өтіп кеттік қой анау бір түс болғандай ғой қазір сонда анау үлкен баламыз аллада шебер ғой сол үлкен баламыз қазір енді 2-ші курста оқиды астанада медицинаға түсті ғой сол байқұс қыңқ етпейтін еді бір жылап бір мазамыздамаған ғой ана Янги шаһардағы үйіміз сұйық қой ана шомылдырамыз бірге ол қызық енді үйленген кезіміз әлі үйіміз жоқ квартирадан квартира сонда ана бесікте жатып ана баланың астыңғы ерінен дірілдеп жатады ғой суықтан ше астыңғы ерін отопление жоқ үйдің ішінде шелектен мұз қатып қалатын суы бір неде бұл азында сабаққа кетеді обедке дейін мен қараймын мен жайдарманда сценарий жазамыз ол кезде абай мен мақсат марат бар досай бәріміз бірге жұмыс істейміз ол кезде кинотеатр қазақстанның астында есеней үлкеннің қол астындамыз бәріміз жайдарман шымкентте ең бірінші неғылған кезде филиал болып сонда әркімнің қолында кетеді ғой ана бала ше мен полный творческий неге кіріп кетемін ана жақта анау отырады мынау отырады арман деген бәле арман әбдеш деген бізде бар еді ғой бір қас реңдегі білемін ғой о бәле тура ана қазақстан кинотеатры біз жұмыс істейтін жеріміз тура абай парктың қасында ол жерде жастар көп жүреді студенттер соны алып қыздармен танысады екен ғой анау баланы ма мен балам ұстап алып кетіп барады ана қарындасына ұстай тұрыңызшы бауын байлап алайын дейді екен да сол бауын байлап алып біраз нәрсені байлайды екен да отырып ана сүйкімді бала екен кім баласы ағамның баласы ғой сол жеңгем қол тимейді мен сосын қыдыртып жүрмін деп сонымен әңгіме алды біраз қыздарды сындырған екен мен балам арқасында содан бір күн келді сағат бір 3:30 ма жұмысты сабақта жақын университет жаңағы жұмыс істейтін жерге келіп баланы еміздіріп алып кету керек қой жоқ қой арманға барсам ол білмеймін кім біреу алып кетті ғой дейді оған барсам ол бүйтіп жаңағы кім былай қарап біреу әкетіп бара жатқан дейді паркке қарап қойды жоқ ана бала
ал ізде ғой мынау ебіл жылап қойшы біреу балдардың біреу жүрген ол әркім қолында жүре береді жыламайтын жатырқамайды ешкім соған аяққа барамын жүгіремін мына барамын көрмедіңдер ме кімден сұрарды да білмейсің қандай бала бірнендей бала ол жүре алмайды да ол жасына толмаған бала ғой 1 жасқа толмаған тек қолда қол бала да сонымен жүгіріп бір неде төбеде тамақтанатын жер бар еді кім еді гүзәлі ма бір өзбек қыз бар еді официант болып істейді сол постоянно солда қарап жүретін жүгіріп сол жаққа шықсам өңшең официанттар бүйтіп үймелеп қойған екен бүйтіп жай барып қарасам ана подгуз деген ауыстырып жатыр ғой 1,5 сағат ананы ізде жоқ балдардың бәрі жан-жақ кеткенбіз ғой парктың ішін аралап сонда ғана мен айтайын дегенім ана баламыздың осы қиналып жатқанымызға бола не қылды ма сондай вообще андай бір бізге наоборот ол жатырқамайды ма вообще ол ауырмады да ол сол күйі ауырып та қинаған жоқ қой біз ерін дірілдесе де ауырған жоқ па соны ана бүйтіп шомылдыратынбыз ғой үйде ше одеялдардың бәрін жауып ішіне мен ұстап тұрамын нені переноскамен жылы болады деп шомылдырып аламыз қайтадан сондай күндер кешкен басымыз ол енді дәкең не айтқысы келіп отыр ол деген сөз біз бас кезде жаңағы квартирамыз болмады деген сөз ғой сөйтеміз да жайдарман бітеді да екіншісін босанып жатқан кезде бұл кісілер нысананы ашамыз дейді жаңа 2007 жылы Айбеке ағамен жолы одан кейін қызды қалай көтеріп қойғаныңды айтпаймыз ба дұрыс біле қалай тоқта арасы 1-ақ жас қой баланың қыздың арасы 1-ақ жас қой қалай көтеріп қойған соны жоқ қалай көтергенде ше анау емізулі әлі жасына толмаған соны мен әлі әзілдеймін ғой ана бірінші баланы босанбай жатып мен ана екіншісін уже көтертіп қойғам деп ше бұны ше соны ана бала 1 жасқа толмайды мынау келеді дағына ана біртүрлі сезінеді да көтерген білмеймін қалай болатынын не бұл енді білмейсің ғой бұл адамды күйдіріп тәуіпке бара береді ғой не үшін бара бермеймін ғой енді бір рет барып шығар наверное ана бір тәуіпке барып көрінеді да көтердім көтермедім дегенді ма менде что то не то өз-өзім біртүрлі сезім жүрмін мен бірақ енді ол ойымызға келген жоқ қой қызды көтеріп қойғанша көтеріп қойдым деген даже ойымызда ондай кезде көтере ма көтермей ма олдын да білмейміз айтып отырмыз 3-ші курс оқиды әлі студент тым білмейтін кезімде жоқ енді мынандай болды ғой енді біріншін босанатын кезде ана бала бүйтіп айналып кеткен кезде апалар бүйтіп неғып береді ғой ішті тәуіп болғанда сондай кісіге барған ғой сөйтсем бұл тәуіп дейді да сол кісі баланы айналдырып орнына қойып берген и екінші көтеріп қойғанын білмеймін состояние сондай болып тұр да ол сен қуды ғой білесің ба сөйтіп енді сол енді жоқ енді қарасай енді ол кісі мені бүйтіп айналдырып берген адам айналдыратын нәрсе жоқ болғаннан кейін уже қуды да сен ол бірінші бала ол кісі ол көтеріп қойдым деп айтқан жоқ қой ол енді ол көтеріп қойды ол келіп тұрған ол келіп бір аурулар айтып берді ол мына жерін үйту керек бүйту керек андай бір бәленің ана тауықта келіп оған қанын ағызу керек бір бәле қан жақтырмай үстін не в тему мен кіріп кеттім оның үшін маған немене қан жағып жүрген соны мен бұған айтамын да сен больницаға барып көрінші деймін да больницаға барып көрінші жоқ ол больницада емес мен жаным қиналып жатқан жоқпын мен что то не то сезініп жатырмын деп банал паника еп дедектетіп женский консультацияға апардым ғой сөйтсе вообще сен не қылып ғой дейді деп екеуміз аузымыз ашылып қалды артынша 1 жылға жетпей ана қыз дүниеге келді ғой екеуінің арасы 1-ақ жас ана 2-ші курста оқиды ана қыз 1-ші курста оқиды қазір дәу қыз дәу бала болып сөйтіп қалай көтерген айналдыратын нәрсе таппады дейсіз ба жоқ енді сондай болғаннан кейін бұл сөйтсе қоймайды ғой сөйтіп жаңа сіз сұрамаңызшы дәкеңнен айтқызбай қояды қазір сізге маған қарайсың әніңе қарай айта берсін айта беріңіз 21 плюсті айтқан келіп отыр деп қой жақынсың ғой соған жан дүниең жақын жан дүние анау не жаңа квартира болмағандықтан енді қараса нысана ашылайын деп жатыр енді бәріміз и тек қана біз-ақ үйленгенбіз да қалған жиналып жатқан жігіттер уже ашамыз деп бойдақ енді бірінші Алматыдан басталды ғой енді Алматыда ваннаны айтайын деп отқан айтар сөйтіп Алматыда мен енді жеңгелер ретінде тамақ істейміз бәрін сөйтіп жүремін
уже олар бойдағы үйде енді бір бөлмелі квартирада кей күндері санаған кезде қатарына же өңшең еркек осырып сасып 13 жігіт санайтын күндерім болатын. 13 түк деп. Сол сияқты. Кейін Шымкентке келген кезде енді уже біраз уақыт өтіп жатыр. Жаңа жігіттер и мен. Тамақты да істеймін, бала-шағамен. Арамызда енді романтика жоқ, ана жеке қалу жоқ. Уақыт жоқ дейсіз ғой. Добырлаған еркек қайтып не аласың? Жеке қалу деген жоқ қой. Бір күні өзімен өзім қиялдаймын. Енді қиялдап жалғыз өзім күйеуіммен ғана өмір сүріп жатырмын деп ойлаймын ба бір. Сөйтем да ана ванна бар ғой, кәдімгі ана ескіріп кеткен ваннаны. Вот суға толтырам оны. Сөйтіп свеч. Ана свеча, ол свечада бір қазіргідей бір күшті свеча болса мейлі. Дәу дейсіз ғой, сап-сары да. Әртүрлі қолданылған. Сондай свечаны тығам, сөйтем да ана Жоқ екен ғой, ваннаның жан-жағын бәрінде қойғанды жаққан. Үйде бір ана тығылған коробкада гүлдің жапырақтарымен бетіне бүйтіп. Гүл шөптер бар да. Шөп. Анандай сөйтіп солар жуам да, сөйтем да оны бір ілем, бір сәндеймін енді. Өзіме бір күшті отыр ғой енді. Бұлар репетицияда. Бір азаннан бастадым, кешке күтіп менің қиялымда бір как будто бір бәкең терезеден оварандо Кинодағыдай ма? сөйтіп екеуміз бір ваннаға кіріп кететіндей болып қиялдаған ба. Бір кезде есік ашылады. Топыр жігіттер Мақсат, Абай, Нұрбол. Бірінші Мақсат көреді ана ваннаны ше, қол жуғырып. Ашық қалады да. Ойбай жінші, біреудікі туғансыз. Сөйт бір кезде кетеді ғой, оларды ұстамаса бітті ғой. Нұрбол, барлығы. Бүгін не болайын деп жатыр біздің үйде? Бүгін не? Қой жігіттер бір сағатқа далаға шығып тұрайық дей ма, Дәкең мен Нұргүлдің әңгімесі бар екен, бір бәле деп мазақ, оларға мазақ керек қой. Сөйтіп. Дәкең өзі келеді деп ойлап қалдыңыз ба не сонда? Енді сол, видать, сөйтіп фантазия сондай болды ғой, соны бір қиялдаған ғой ана же. Оны топырлап, он шақты жігіттің кіретіні, оны шарбам жоқ қой. Оны көреді ау, ол ұят болады ау. Анау, неше анау, ет асып көргенше балдарға ше? Нұрбол екеуі. Не болды? Мысық неті міне. Айтсай, сен барсың, мен ет әкпеген. Жеңгем, әпкем. Базардан. Жоқ, ет әкпемеген біз. Сол периодта топырлап тұратын кухняда. Ваннадан кейін болған оқиға ғой, иә? Сол кездер ғой енді. Сол кездер. Абай, Мақсат, Нұрбол, Бойдақ, Жарас, бәрі Бойдақ қой енді, бәрі почти. Абай бар. Сөйтеді да, тамақты мен істеймін. Шынды айтайын, шілей тамақты күшті істеп, айтып тұрмын, сабақ оқып жүрген қызбын деп та. Қолының майы бар әйелдер болады, ондайға жатпаймын. Бүйтіп, әдемілеп істесем істеймін да, бірақ істемесем істеймін. Қасымда Нұрбол жүреді. Бірақ ваннаны өлтірем дейсің. Нұрбол біледі оны. Сіз істей алмайтыныңыз біле ма? Нұрбол көмектесуге кетеді. Қасымда жүреді, бүйтіп. Картошкасын ашып береді, жеңше деп көмектеседі. Нан етсеңіз бүйтеді. Күнде вермишель жейтін кездер ғой, таңдай. Вермишель жейсін, бір күні ет келді ауылдан. Қойдың артқы саны келді, артқа. Бір аяғы келді да. О, жігіттер, ет асам мен онда дедім. Ешкімден сұраған жоқпын, олар репетицияда. Сөйтем да, ана артқы санын бүйтіп бөлмей, сол кей салам ғой, жаңағы. Қазанға ма? Сөйтеді да, ол піседі, души бір күшті, мыналар қарны ашып келген, қамыр жайғам, қамырды салып алғам. И қасымда Нұрбол жүр. Сөйтеді да бір кезде. Ойлам, оны естісе ше олар ренжитін шығар енді. Ешкімге айтпай, Нұрбол екеуміз осы. Екеуі ғана біледі. Екеуміз ше 20 жылдан кейін осы кеше ма айттық осыны. Сөйтсе, деп ұрсып жатыр ғой. Сөйтіп Нұрбол екеуміз ана етті алып, айтып отырмын ғой, ажырамаған жамбасы. Жамбасты ажыратады Нұрбол енді. Етті боршалаш деді ма. Сөйткен еді. Ана құйымшағы бар емес па?
құйымшақ жағы бәрі бірге екен, оны ажыратпаған, безін ба сондайын алмаған. Сөйтсе қай жер құмалақ пұмалағымен сол күймен пісіп кеткен ба? сөйтсе Нұрбол өләді мынау ұялып қойса Нұрбол ештеңе қылмайды ана бәлелер жеп қояды деп тазалаған. Сөйтіп біз жеп алғанбыз дейді, біз ұрғанбыз ғой анан. Мына екеуі жемейді да. Жесе біз жемеген істеп жүріп жеп алдық сендер кешігіп кеткендей дейді. Нұрболдың қарны ашып тұр ғой, ол да бірге келген ғой енді аналар. Бірақ шыдап жүр ма? Сөйтіп Нұрбол айтпашы деймін. Кешегі күнге дейін сол секрет екеуміз ғана сақтасыншы. Сөйтіп құмалағым жинше сұрамайсың ба дейді. Мен қақтан білейін, ет деген ет солай салады деп ойладым десем. Қақ кеткен да сойылған кезде сол кезде салды. 20 жылдан кейін енді естіді ма балалар? Осы жақында естіді. Жақында айттық. Эфирге енді айтып тұрсыз ғой, Эфир дегенге енді айтып отырмын, бірақ эфир түгілше бүйтіп әшейін айтуға қорықтық қой Нұрбол екеуміз. Ана абай дегендер. Ойбай. Адам одан ұшынады, ол өзінше ұшыншақ қой бізде абай ше. Абекең сондай ма? Әйтпесе абайдың өзінен адам ұшынатын адам. Өзінен? Мен кейде ұшынып қаламын. Ана өз-өзіне көп алады ғой, сол кезде жеркеніп кетемін ше. Абайды білесің ба? Ой, нен деп кетеді, сол кезде. Деп лоқсып, жаман болып қойған. Бірге тұрған кездер ғой. Аңқау сәл, бой ұзындар сәл аңқаулау келеді. Мен жаман аңқаулауын пайдаланатын. Бір күн айтайын ба? Сен жетеді ау? Айтайын ба? Айтыңыз, әпке, айтыңыз. Айтайын ба демеңізші. Маникюр жасайтындар. Абайдың ба? Айта бер, мен қасым жоқ қой өрде. Бізден кейін Абай мен Диана келеді, Диана кейін көрсе. Әбекең, маникюр не болды? Оны мен айтып берейін. Абай бойдақ. Абай деген бәле жүргіштің жүргіші да. Сөйтіп бір күні кәдімгідей сондай денесін сатып қызмет көрсететін бір қызбен танысады. Қалай келтірдіңіз леке? Оның түрінен мынандай мини юбкамен тор колготки киеді. Проститутка дейсеңізші болды. Иә, мен мәдениет. Денесін сатып ақша табатын дейді. Тән сатып рахаттандырады, ләззатқа батырады. Соны ана танысып қалаттағынан Абай деген бәле. Енді мен түсінбеймін ше, оның түріне қарап уже білініп тұр да, бетінде жазулы тұр ғой, сондай екен. Соны бір күн ақ келеді ғой үйге анау Абай жарым. Оля, айтпай-ақ қойшы қазір. Мынау сөйтіп көреді да, мынау кім деп сен сұрақ қойғаннан сұрақ қояды ғой. Ол просто күте тұруға ма бір кіргізді да үйге. Енді мен жүрмін үйде бала-шағамен жалғыз. Мен бойдақ емейді, бірақ бойдақ кіммен жүрсе де өзі біледі ғой мысалы. Сөйтем да, мен шай дайындаймын, бұл қыз енді үйге қонақ келіп отыр. Кір деп сен қоймай кіргізіп алдың ғой. Шай дайындаймын, сөйтіп екеуміз әңгіме айтамыз жаңа қызбен. Танысты. Абай сразу бұл кім деп еді? Салонда маникюр жасайтын қыз деген ғой. Сөйтіп айта салды. Көп сұрақ болмасын деп. Сөйтіп мен енді жаңағыдай тірлік қой, үйден шықпайсың, жаңағы балалардың тамағын істеп бересің, үйтесің, бүйтесің, сөйтіп ана аты кім еді? Хилола. Сондай бір аты Хилола. Сондай ма? Осындай нәрсе ұмытпайсыңдар, ә? Не деген ат деймін. Нәскидің қайда тұрғанын білмейсіңдер да, осындай нәрсе. Сондайлау атты. Атым да келмейді, тілім де келмейді. Сөйтіп тырнағыма қарап қоямын өзі. Видет қарсы. Мен көрсетіп бересің. Видет, анау ше маникюрді қақпайды ғой анау. Мен саусақтарын біліп берші, қандай цвет жарасады. Анау вот такой бір деп қойды, сөйтіп Нұрбол мына жақта тұр. Жеңше, ол маникюрді ол саусақтарға жасамайды. Жеңше, қандай саусаққа жасайтынын білмейді екен ғой дейді. Мына жақта Абай келіп жүре. Мынау кәп саусақтарын тығып үлгеріп баратыр ғой. Енді сұрап отырсыз ғой енді үйде жүргеннен кейін. Иә, бұл ана қандай цвет жарасады маған. Совет кеңес берші деп тұр ғой. Ана сор қақпайды ол. Действительно ғой ондай нәрсені ол өз істеткенмен ол істемейді. Нұрболда шлей тілі қақпас ғой, тілі жаман ғой. Сор, ол маникюрді ол саусаққа жасамайды ғой жеңше. Сөйтіп Қазақ хандығының бір бәле жылдығы болатын ба, ана жерде актер болдық қой бәрімізді. Біреуімізді жаңа Сүйінбай, біреуіміз жаңа кім Қазбек би, Төле би, Айтеке би.
Сейітжан қайда бір денелі ғой енді ойжан қасы бар түрі действительно батырлардың түріне келеді ғой. Сейітжан сол бір батырды анау кімді ойнайтын еді ғой анау. Найзамен тығып көтеріп барып өлтіретін еді ғой. Қай батыр еді сол? Иә, білмеймін қай батыр екен. Сол бір батыр әйтеуір. Көп қой енді бізде. В общем, ана жерде енді өзіміз спектакльді алып жасап жатырмыз. Өзімізше жасап жатырмыз. Сонымен ана енді бірақ эффект қой енді найзаны тығып деп көтерген кезде өйтіп көтере алмайсың ғой. Біз бүйтетін болдық. Найзаны тығады жоңғарлар, анау келіп басқан кезде ана жоңғарлар тізерлейді. Соның өзінде эффект ана жауын тізерлетіп қойды деген сияқты болады. Себебі аны көтеру болмайды ғой. Сөйтеді деп не қылыптан тығып алады дағыны. Бекбол, Болжас бар, бәрі бар енді. Өзіміздіктер бұрынғы составы, кейінгі составы, бәріміз грим. Анауды найзаны тық биткеннен кейін барып, сол жерде тізерлеп, сол жерде өлесі мейлі ғой. Бүйтіп бар, типа образ ғанан кінде күйдіріп. Келді дағыны, ана кім, Олжастың ба, бүйтіп жатқан Олжастың үстіне құлайды ғой бүйтіп. Құлайды дағыны, анауды астында секе, анау құлайтын басқа жер таппадыңыз ба деген ғой астында. Драма исторически ойнап жатырмыз. Ана жерде бәріміз жатырмыз. Жарық. Үйде бүйтіп жатып сөйлеп жүрміз. Сор дейді. Мен жақтан бір бәле деп отырмын. Ана жер кәдімгі бычыт болды ғой. Халық ше басы бүйтіп отқан адам ректор алдымызда отыр. Сезді ма? Ректор бүйтіп отыр. Алдында дәу кісі ғой анау. Мынаны бүйткен кезде бүкіл не бүйтеді ғой. Білді ғой анау ана жерде бычыт болып жатқанымыз. Соны айтып анау сахнада болған қызықтар ғой. Нұрболдың да естігесіңдер ме, естімегесіңдер ме? Ана бір Мұқасан деген, кличкасы Мұқасан, аты Ержан, бірақ қазір клоун болып жүр. Ол да бір жүрген жарым да. Мықты актер бірақ ше. Анда бір комедийный да түрі өте. Бірақ сәл кішкене осы юморда сәл жол болмады ма? Пысықтығы болмады. Сұрапыл соғысты ойнап жатқан ғой. Сөйтіп ана Нұрболдар бірінші курстың балдар ол кезде ана бәрі не қылатын болған ғой. Бірінші курстың бәрін андандай пленге түскен, бір бәлеге түскен сондайға қолдана берді да, үстеріне бір бәле кигізіп баны, военный форманы кигізіп. Сонымен не керек кәдімгі спецэффект музыкамен соғыстың спецэффекті болды ғой. Сөйтіп бұлар мына кулисыдан сахнамен бүйтіп типа мына бетке өтіп кету керек болған. Сөз жоқ, просто өтіп кету керек. Еңбектеп, иә? Иә, оншақты немен бүйтіп алға деп жүгіріп өтіп кету керек қой. Сөйтіп жаңа алғаны именно ана Ержан деген бәлеге берген ғой. Алға деген бірақ сөз. Алдында Ержан келатқан, артында Нұрбол келатқан, ана Ержан ортасына келіп тұратын кезде десе, оқ деген. Оқ деген несі? Сөйтсе, ана Нұрбол жарымсың оғы несі деген. Алға деп өзің айт бауырым, мен уже айтам. Сөйткен дағыны мен ары қарап ақ кеттігі ғой. Ана Нұрбол тұрғанда алға дегенде ананы сүйреп, анау икемге келмейді жата берген ғой. Икемден сөйтсен сол күйі менен қаңсырып өлейін деп жатыр ғой деген. Ол да жар ғой. Комиссия бүкіл не қарап отқан ғой. Біз мынаяқтан гүл абағамыз, Нұрболға гүл береміз деп картинамен абайдан. Ол ана бізге шығарып сахнаға шығып гүл берме дейді ғой, так күйдіріп ше. Сөйтеді ана Ержан деген. Ёбда, оқ аяқтан дейді. Оқ несі дейді. Бірақ білмеймін оқ дейік кетті. Алға деді жүр құрайық. Мен қаяқтан өліп жатқан адаммын ғой, мен айтамайым, айтсам өз сахнада жүріп естілмейді ғой, микрофон жоқ олар. Сахнада болып жатқан действие. Айт құтқар бауырым. Алға деп адам сол күй сүйреп. Сондай жарым. Нәсіпхан Камаловна деген режиссер апайымыз бар. Қатты ұрсады ғой, өлтіреді ол. Ұрсып неғын ғой, айтсам емтихан тапсырып жатқан үлкен не ғой андай. Ойлам ғой кәдімгі соғыс жылдарын қойып жатқан ғой. Кейін сіздің бастарыңызда оқиғалар көп екен да. Енді бір қорқынышты оқиға өткен ба, өтпеген ба? Ойбай, қорқынышты. Есенел Өкеннен бір қорқынышты оқиға бар. Есенел Өкен өзі де біледі, Есен ағаның өзі. Шымкентте Жайдарманда, енді Есен аға осы Шымкент
тіпті оқыды осы жақта жұмыс істеді ғой Юмакс радиода осы алғашқы КВН 99-дан бастап есептеген 2000 жылда 99 енді аяғы соңғы жағы 2000 жылда толығымен Шымкентте не бастап алдым мен ол кезде екінші курста оқимын ба нерде Нижний Отырар деген микрорайон бар төменгі Отырар деген сол жерде тұрады бірінші этажда тұрады мен енді есін ағаның қасында көп жүрдім сценарийді қалай жазу керегін Юмакс радиода қасында жүрдім радиода сөйлеп үйрендім да қасында жүріп қасынан кетпеймін ғой есін ағаның қай жаққа сол жақта жүріп үйінде де тұрдым үйіне қонып қаламын кейде сол үйіне қонып қалып жүріп бір күн сол үйде тұра бастадым ғой ол өздері де білмей қалды ғой тұрып жатқан білмей қалдыңыз ба кәдімгі сол үйде кәдімгі аша деп бір жарым жылдай ма сол үйде бірге тұрдық қой и есігінің алдында кәрі бір орыс кемпір бар тұғын здравствуйте здравствуйте деп амандасып өтеміз постоянно и бір ары өткенде бері өткенде амандасып өтеміз бір күні сол кемпір көрінбей қалды 3 күн жоқ 5 күн бір апта жоқ и бірінші этажда тұрады есін ағалар екінші этаждан ваннадан қоңыр су ақты ғой төбеден кемпірдің үйі тақылдатады жоқ жабық тақылдатады ешкім ашпайды жоқ неғамыз МЧС шақырамыз ба қалай болады не істейміз не болады сонымен одан не керек ойдағырда ау деді нелер көршілер жиналып қалды даған бір жерден бір саты табыла қалды сатын үйінің артынан бардық бір форточкасы ашық екен соған сатыны қойды да ана форточка кішкентай анаған менен басқа ешкім сыймайын деп тұр ғой deyip жан жағыма есін ағада деп ғой маған кір дейін деп тұр ғой бұлар а мен уже кетті фантазия ё-мо мен қазір кірсем ана ваннада ана кемпір өліп жатса суда өйтіп алып су ағып жатыр енді уже кеш болып қалған қараңғы болып уже қас қарайып уже қараңғы дала уже қараңғы болып қалған аяқ қолым дірілдеп баратырмын ғой екінші курстың баласымын баламын ана форточкадан сию бүйтіп мен де айуанмын ғой төбеде бүйтіп есін аға сыймай жатырмын деп қоямын кіргім жоқ қана ішіне тас қараған орыс үй сасып кеткен сонымен жай ішіне кірдім ғой енді дір өзім естідім қорқынышты ғой енді бәрі кәдімгі өлікті көрген енді ол вообще өзім жас балам ішке жай именно залынан ба бір бәледен түстім дағыны ары қарап кетіп баратырмын залының светін жақтым бүйтіп ваннаны аштым и не штор жабық тұр ғой ваннаның и су тамшылап ағып тұр ойбай бір 2 метр тұр да ана занавесті ашу шторка ваннаның клен штор ғой соны ашу мен мына жерінде уже неғып тұрмын ғой дір жай барып көзім жоқ ештеңке жоқ екен бірақ соған дейінгі ана қорқыныш арман енді білмеймін енді оны айтып жеткізе алмаймын тапталған денем мұздай ғой кейін ішінен барып есікті ашып неғып адамдар келіп апа қақта екен қызына кетіп қалған екен ғой Россияға қыдырып кеткен айтпай кеткен айтып кетсе болады ғой я туда к дочкам деп сорды кемпір екен адам зәресін алып дейсің ғой бір ауыз сұранып кетсе жалғыз кемпір де бәле ғой ваннаға дейін қатты қорықтыңыз ғой ойбой ваннада кейін ананы өшіріп шықтым ғой ана тамшылап кене тамшылап неғып қалған сол тасыған ғой қатты ақпаған толған да ана бір 4-5 күнде ол апа жоқ шығар қазір бірақ ендігі жоқ шығар сол кезде кәрі еді ол одан кейін мен кеттім сіздің басыңыздан өткен осындай апа сияқты қандай қорқынышты ма бұл үйленгеннен кейін де бір 7-8 жылға дейін маған үйрене алмай жүрдің ғой сен алдынан шықпасың өле деп не үшін білмеймін өзімнен сөйтіп деп ше жындама ана бүйтіп кетіп барып бір бәле ұмытып кетіп қайтып келген кезде мен артынан келе жатасың ғой деп бір бөтен адамды көрдім үйрене алмай жүрді ма менен басқа бұл үйде кім болады білмеймін мен ойланып кеткен кезде бірден шығып қалмашы деп қуасың ғой бірден шығып қалғанда да менен басқа ешкім жоқ қой бұл үйде сондай бір әдеті бар шли қорқынышты ондай білмеймін мен енді өзім білесің кіші жүзде сәл батырлауымыз ғой енді қой берсең біз қорқытамыз десеңізші менікі сол ана 21+ ғой менікі былай ойыма келіп отқан тек қана сол ғана қатын күйлерді 21 мына неге ше мына төсекте жатып әңгімелесу керек неге дейін шешініп тастап бүйтіп қой айтсаңызшы біреуін
Сіздің қорқынышты оқиғаңыз да 21 плюс болып тұр ма? жоқ қорқынышты оқиға есімде жоқ Айта беріңіз мейлі. жалаңаш біреу кеп иә біздің есімізде сол мен дәкең ұрысса сол кезде қорқатын тұғым сол Дәкең ұрса ма өзі? Ұрсамайтын сияқты. ұрсады неге не да нелер сол көпшілікпен тұрған кезде ғой гастрольге жиналған кезде сумкаларына неше түрлі ол мен қатыным пысық қой негізі пысықтығын айтайын мен сол кезде қорқамын әйелің болғаннан кейін мен гастрольге кетемін менің киімдерім жина ол киімдер болғанда мен өзім киетін киімдерім бөлек бір сумка реквизит жаңағы сахнаға пайдаланатын киімдерімді ол бөлек басқа сумка да енді оны обязательно сахнада киімдерді мен өзім лично қадағалаймын ол сахнада енді майк тұрси жаңағы ауыстыратындарды енді бұл қатын ретінде салу керек қой мынаны ауыстырады мынаны жатарда киеді мынаны сыртқа шыққанда киеді деп обязательно бір 7-8 майка и ауыстыратын бір 7-8 парт носки болу керек 10 күнге мен 15 күнге 20 күнге расчеттап ол ана тағы бүйтіп салмайды да полкада тұрған жерінен алып сала береді да ол жерде ол кімдікі не сонымен енді барады балдардың бәрі біледі мен уже кіреміз бүгін осы мына жерде концерт гримерныйдамыз киім ауыстыратын жерде мен ашамда алла бұл қатын дұрыс киімдер салсын енді мейлі деп ашамда жайлап бастаймын бәрі қарап тұрады ғой бүйтіп Үйреніп қалған ба? обязательно бір бәле шығатын ше кішкентай баламның майкілердің арасында носки бюстгальтері жүр ғой бір күні ше бүйтіп кәдімгі өзімнікі маған звондады мен бюстгальтерімді көрмедім бе деп ше қатып кеткен ана оны кейін зерттедім мен не үшін оған салынады ол сөйтсем үй жинаған кезде тез салып тұра береді екен ана то есть ана менің гастрольге алып кететін сумкам гастрольге шықпаған кезде ол кезде ол шкаф маленький ғой киім салатын ыдыс болып тұрады да сала береді любой жуылған жуылмаған тұра береді жуылған емес қой жуылған жоқ ана оны еще бала шағада айқайлаған кезде қыз үйде кеште жинап тастайды соның ішіне мынау келеді деген кезде аналарды алып тыға береді да сонымен ойбай сол ана қызықтың бәрі сол көпшілікпен тұрған кезде негізі мына бірақ қиналатын әлгі де бір айтады ғой қиналатыным бірақ қызық кез екен дейді да қызық кез күніге 10 балаға тамақ істеу күніге бір не ғой ол мақсат ақша жинау ол бір бөлек мақсат ақша жинайды біреуде ақша бар ол кассир Мәкең сондай ма? Кассир мақсат тұғын оның барын тамақ алып продукт алу үшін мақсаттан ақша сұрайсың не істеймін деп жылайтын сосын Нұрбол жаңағы повар несі Нұрбол бүгін не істеймін дейсің ассистент па ассистент абай жаңағы бір жерлерге апарып келіп тұратын құмалақ абай жүр ол шопыр сияқты анандай ол кезде де бастапқы кезде мектепке кірген ғой дәкең 2-3 күндеп кейде қонбай қалады дәкең жаңағы қалай еді мен енді бұзық сөйтіп әрқайсының өзінің несі бар қызы сол кездер ғой жаңағы анау енді қандай дейді романтика ғой опять таки Нұрболдың ана сәл романтика жетіспей қалатыны бар ғой сөйтіп оны Нұрбол может күшті айтатын шығар бірақ Нұрболдың ойынша ғой Нұрбол қызық қылып айтады да залда например залда и залдың ар жағында балкон ғой иә балкон бүйтіп Нұрбол кішкентай бүйтіп темекі шегіп отқан мен ойлаптым что үйде ешкім жоқ сөйтеді да и зал сөйтіп бұндай возможность бола бермейді деп жаңағыдай болып қалады ғой енді жаңағы дәкең бүйтіп деп сөйтсе Нұрбол темекі шегіп енді тұра беріп зал бүйтіп жаңағы күшті сцена болып жатқан ғой енді екеуміз ба? Мен бардым ба жүрді? Мен жота тыңдап отырмын дәкең деп отыр ғой жоқ оны Нұрбол айтты да күшті қылып мен ана пылесоста жылап отырмын енді ана темекі шегіп алсам мына екеуі дейді ғой тоқтап қалып
сондай. Анау қалаға қарап терезеден ол өзінше Сөйтсе үйде нұрбол бар екен да, оны білмеймін. Көрмей қаласыздар. өмір көрінбейтін еді ғой. Қаяқтан пайда болып қала беретін, әйтеуір шығып қала береді ғой. Енді отбасылық қызықтарды естіп жатырмық қой. Дәке, енді анау нысана жайлы бір шет жағасын айтып жіберсеңіз. Енді сол 2007-терде басқа театр вообще көрмей, сіздерді көріп, мен өзім нысананы қатты көретін. Қатты әлі де көремін ғой. Енді біз сіздерді қарап өскеннен кейін не істесе де ол соңғы концертте де мен басынан аяқ шыққан кезде сразу көріп тастаған мен шығармын. Бірден көріп тастаймын да. Өзіме ұнайды. Мен отбасыма ұнайды әйтеуір. Заманбектің 98 жыл інім бар. Екеуміз в общем фанатпыз ғой. Дәкең бар, мәкең бар, Абай бар, бәріне. Сол нысана неге тоқтап қалды дәке негізінде? Тоқтаған ма? Жоқ, құрылғанымен тоқтаған біраз айтып жіберсеңіз, енді біздің көрермендердің арасында КВН жақсы көретін өте көп. Сіз түсінеді деп ойлаймын енді. Иә, 2007-те әбекеңмен Ақтөбеден келе жатып пойызда таныстық тағына, бірақ бізде былай болса, негізі жаңа ұлан бар ғой бізде. Мамырович. Сол мен Есеннің қолында жұмыс істеп жүрген кезде біздің енді уже жайдарман КВН ойнайтын жастан біз уже жасымыз өсіп бара жатты. Сонда мен енді арғап осы мақсат балдар жинап басын қосып давай өзі әбекеңді әлі танымаймыз, бірақ енді арамызда Мамыр аға үлкен болғаннан кейін енді Мамыр ағаға бір ауыз айтайық та, біз өзіміз жиналайық тағына. Дайын тұрған авторский состав тұр сол кезде. Мақсат, сол Абай, Нұрболды аяқты ол давайды тартып аламыз деген, Марат бар тұғын ол кезде. 7-8 бала басымыз дайын тұрмыз. Кім Азамат бар, Мәкеңді директор қылайық тағына бір ат қойық та, топ театр болмаса да сондай бір КВНнен бөлек дейсіз сияқты сондай бір жоба қылып шығайық. Кейін Мәкеңе бардық. Мәкең ол кезде енді тойда, енді күнде тойда хит. Прям нарасхват болып тұрған кез. Білмеймін ғой, оған мен қазір уақытым жоқ, жігіттер өздері көре берсеңдерші деп Мәкең отказ берді Мамыр аға. Соның оның орнына біреу табу керек, өзіміз кішкентайлық қылып тұрмыз. Бәрі бізге бір жас үлкенірек, более мынау келген көрермен сенетіндей болу керек. Енді жас үлкен деп не. Сонымен сөйтіп далбасалап бір жылдай жүрдік, сол жолда өзім әбекеңмен кездесіп қалды. И сол жылдары әбекеңе де Әбунасыр ағамызға да достары өздері жанашырлар айтады екен. Сен негізі өзің жеке театр ашсаң да, театр құрып өз алдыңа кетсең де бауырын шоудан бөлін уақытың келді ғой деген. Бір-екі жылдан бері ол кісіге де көп айтылып жүр екен да. Сол как раз оразан кезі тойдан келе жатып, әңгімеміз жарасып, сөйтіп давай егер мен театр осынау құрсам келесіңдер ма? Ойбай келеміз, болды онда деді. Номер алмасамыз да мен бір айдан кейін қалаға келем. 18-де Алтынанада жолығамыз. Все, болды кетті. Бір ай өтеді, жоқ, 2 ай, 3 ай, 4, 5, 6 ай өтті, жарты жыл өтті, уже үмітімізді үздік. Болды ол кісілер. Айтты, қойды, әнер көңіліміз қалдырмай, айта қалды деген ойымызда. Болды оны уже үміт ақпай қойық деп жүрген кезде жоқ. Арада сәл неғана кейін маған ба звондап қалды. Мен Әбунасыр ағамға әбекең 18-де отырмын кафеде кеңдерді. Ой, бар, ұшып кетті, бәріміз бар. В общем, содан қалғандар қалды, кететіндер кетіп қалды ғой, Марат кетіп қалды. Сол басты, сол мен, Абай, Мақсат, Нұрбол, Ералаш. Бесеуміз қалдым. Сол басынан бесеуміз қалдым, содан кеттік. Енді 9-10 жыл 2007-те орсақ, 2016-та бердік та, 2017-те бердік ең соңғы концерт. 10 жылдықты не қыламыз деп жүрген кезде, в общем, тоқтады ғой. Әбекеңе ұнамады, әбекең бір жағы шаршады, ауырды, мойнынан неше шықты. Бір жыл қап қойдық. Одан кейін екінші жыл ма, одан кейін анасы қайтыс болды, одан қайттан бір жылдай траур болып қалды, тағы сөйтіп, одан карантин, сөйтіп қап қойдық, білмеймін. Шықпай қалдыңыздар. Қанша жыл демалып қалдыңыздар? 18-де біз ерекше шоуды бір концерт бердік та, сонымен қалды ғой. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 жыл. 6 жыл сонымен қалды. 24-те бердіңдер, 5 жыл. 5 жыл. Енді толығымен 6 жыл негізі. Сол ары-бері 2 жылдан бері көбісі айтады, енді өзің сияқты балдар да бар, таныстар бар, інілер бар, жолда таксистер, жұрт көрген адам бәрі, не жоқ болып кетті, ашпайсыңдар деген екен. Осы биыл 24-те давай көрейік деп, балдар не қалды. Жарас
ойнайын ба ойнамайын ба деп жүргенде ол да звондап қалды босадым мен ана 2 ресторан дейді біреуін өткіздім қолым босады мен ойнайын деді ойнасаң тіпті жақсы есік жау WhatsApp-қа жақсы деп бір-бірімізден жақсы конечно бір-біріміз үйреніп қалған соны патыр-пұтыр шығып кеттік қой енді Нарекеңнің алдынан да өттік біз шыға берейік егер сіз болмасаңыз батаңыз беріңіз бірақ ол кісі мен уже концертке шықпаймын киномен кетті бір жарым 2 сағаттық концертке мен уже физически оған маған нагрузка деп та сонымен болды онда деп қазір енді құдай қаласа мынау күзге дайындалып жатырмыз концерт бересіздер бұйырса күзде береміз бірақ енді дәке сол нысана театрынан бөлек сіз негізі той басқарасыз ба или қандай жұмыс жасайсыз мен былтырға дейін той басқардым тиктоктан көремін бірақ прямой эфирден былтырға дейін той басқардым бірақ қазір той жиыстырдым басқармайсыз ба той деген шаршатып жіберді ба творчество бір жағынан шаршатады бір жағынан творчествоны өлтіреді той деген ше себебі дұрыс қой тойдан ақша оңай келеді да сол 2-3 сағатта сен әжептәуір қомақты ақша табасың ана жақта енді ақша аз болғанмен творчествоның аты бәрі творчество ана жаққа ойланған кейін содан кейін жиыстырдым құдай жеткізеді жеңгем әпкем не жұмыс істейді негізі мектепте мұғалімсіз ба ағылшын Do you speak English қой yes деп ағылшын пән мұғалім бұйырса директор боласыз ба бұйырса бірақ енді әйел заты ер азаматтың тілеуін тілеп отырады дейді ғой в основном дәкең жақтан енді үйде жалпы энергия болады ғой әйел затын ер адамның директор болу үшін әйел затын басқару энергиясы көбейіп кетеді ғой ол мектепте басқарып неше түрлі көптеген ата-ана оқушы сондай проблема шешкеннен кейін ер адаммен мені басқарып кетпейін деп жатсың ба отбасыға сол нәрсе кеп қалады деп ойлап тұрсыз ғой негізі кеп қалмайды может кеп қалуы мүмкін енді адам психологиясына байланысты ғой бірақ үйде шаршайсың үйде уже дәкең жағдайын жасауға физически шамаң келмейді да психологически ешкі шок болып отырсыз бұл жерде қазір қыз ғой бәрін істеп жатқан сені сонда да жырқылдап жүргеннің өзі энергия керек айналайын бұл подкаст бұл жерде шындықты айтады бұл жерде бүйтіп өзі телевидениедағыдай біз жоқ мен шындық айтып отырмын дәкең тамақ істемеймін уже 3 жыл болды ма вообще істемейді құмалақтан кейін қойды ой деймін 9 құмалаққа көшті ана қыз өсіп қалғалы қазір аллаға шүкір енді дәке әкесіне қарап өседі дейді енді қай ұлыңыз өзіңіз сияқты әзілкеш бар ма жоқ па мына осы екінші ұлым сіз сияқты ма тура КВН-ге бәріне жақын ба иә осы соңғы концертте мен ойнады ғой мен кішкентай кезім болып иә болашақтан келді жүргеновке түсіресіз ба бұйырса түсем дейді көреді ғой ол и домбыра гитара қазір шерттер ол музыкальный қазір вокалға барады в общем барлық жағынан бар ол пародист қызығушылығы жақсы өнерге өнерге өте сізден тараған дейсіз ғой ал сізге кімге тараған нағашыларымнан шығар білмеймін нағашыларыңыз әзілге жақын ба еді мен папамды әңгімені өлтіреді өзбек қатындармен жаңа базарға барып саудаласқан кезде ше өзбек қатын біз жетсе білесің ғой базарда білмеймін кәдімгідей мысалға мынау 15 теңге деп тұрған нәрсені 3 теңгеге бер дей салады ғой жартысын да ұсынып тұрамын до того сөйтіп салса ма 3 теңгеге берсең аламын бермесең алмайын деп өзі кетпейді қарап қояды тоқтатар ма екен деп ше тоқта кел дейді хотя бы 5 теңгеге алып 3 теңге деп жүріп айтады әңгімені өлтіреді бірақ өзбекше болса өзбекше орысша болса орысша одан кейін ана үйге келіп қалады ғой біздің ана енді мен әкеммен былай бүйтіп деп бүйтіп әзілдесіп сөйлесіп кетпеймін бірақ менің балдарыммен мысалы нұрболдар абайлар келіп қалса ой әңгіме өлтіре ма қайнатам да андай әңгіме өлең айтады тфай қайнатам да жақында 2 күннен кейін ба дәкең туған күні деп естіп қалдым рас па ар күні 29 иә құтты болсын қаншаға толайын деп отырсыз 45 бұрында әзіліңіз бар еді әділдік деген дұрыс па әділет дікке тағаған дұрыс қой деген нефтемін күлетінмін мен қатты соған сосын анау болған ба сіздер бастарыңыз өткен ба мамыр аға той басқарып отқан кезде сіздер КВН-мен келіп или сіздер емес па
КВНмен келген кезде полный сіздердің әзілдеріңізді микрофонмен айтып беріп, иә барып енді той аралаймыз ғой Мәке, біз қазір осыларды ойнаймыз ғой десе, сендердің шіргендерің менің жемісім деген рас па? Мәке қазір ұқса келді. Сендер ма дейді тағын. Еш өткен дейді. Бәрін айтады ғой. Ол кірсе де кірмесе де кәдімгі айтып бере салады да. Ал мына КВНшті қарсылығын деді. Мәке деп. Енді айуан. Ане тұр тау басылап, басқа нәрселер тұрасың ғой. Ағам әйел бар дегендерді айтады қазір мыналар. Қарсы алыңдар дей салады. Осындай әзілдер бар, әзілкештер деп ше. Тура солардың бәрін айтып бере салады. Мәкең. Олардың әкесі туралы көп айтқан шығар. Мәкеңді. Мен өзімнен негізі Мәкеңнен үйрентіп қояды көп нәрсені. Аламыз ана әңгімелер. Ол да ана Жеңшем екеуі қатты әзіл. Жеңшем бірақ көп әзілдеспегенмен ол әзілдеседі. 8-ші микрофонды көріп қалдым бір күн. 8-ші микрофон бізде анандай суточный квартира ма, сондай не айқай-шу не жер ғой. Жеңшем екеуі келе жатыр екен. О, Мәке аспан, Жеңше қалайсыздар? Неғып жүрсіз Мәке десе? Мына қыз тапты мен бір квартира іздеп жүрмін деген. Құшап деп қатын Жеңшем. Мощный мына бір қыз тауып мен қазір суточный квартира тауып алсам да бір көріп алайын деп едім. Бір көріп алайын. Айтасылы да. Тағаны жетті. Әзіл біз ана бір мысалы әзіл десең да Жеңшең өйтті деп әзіл. Ана серьезный кәдімгіден. Дейсің де бір проститутканы ұстап алған сияқты қойды. Мына бір қыз тауып алып қазір. Ұрып аламын. Жауланды айтып берді папасы жайлы. Мәке қатты әзілдейді екен ғой я. Келінге әзілдеген екен ғой. Жаңадан түскен келін әзілдеген екен. Не ұят ау деген нәрсе жоқ. Тәке, енді әпке, рахмет келгендеріңізге. Алла разы болсын, сіздердің жолдарыңыз берсін Құдай қаласа. Шыны керек, біз енді кішкентайымыздан бірінші көрген КВНде сіздерді еш уақыт ұмытпаймыз. Әрқашанда сіздердің көздеріңше де, арттарыңызда да тек қана сіздер жайлы жақсы нәрсе айтып жүретіндердің біріміз. Сіз мен басында шыққан кезде мен может келмей қалама деп бір сомнениям ұстады негізінде ше. Енді Айдыладан келіп осындай хабарласып тұрған кезде мен ойладым келмей қалады. Енді уақыттарыңыз бәрі, жұмыс бәрінде бірақ бұйырып тұр екен. Сіздер келіп осындай бір керемет оқиғаларды айтып бергеніңізге. Тәкең туған күн құтты болсын келіп жатқан. Енді біз тағы да айтамын, барлық подкастта бізде әлі демеуші жоқ. Сол демеуші жоқ болса да біздің Armani парфюмнан Тәкең мен біздің әпкемізге парфюмдарымызды ұсынғымыз келіп отыр. Armani парфюмнан. Рахмет. Боря деген біздің бауырымыз өзі. Сол үшін ғана келді осы жерге. Парфюмдар. Сіздің жұмысыңыз осы ма? Ішінде мужской және женский бар. Бірінші подкаст. Керемет. Бірінші подкаст. Бірінші тарих қой, бірінші подкаст ба? Тарих қойып тұр ғой, қазір бар жуамыз. Бұнша ана семіздікті қой көтереді деген қазақта мақал бар ғой андай. Жоқ, Боря қасы жоқ. Есіңізге түсіп кетті ма? Жоқ, ана неше, мысалға, ана звезданулся дейді ғой, адам жұлдыз болып кетті, жұлдыз ауруымен ауырып қалды деген ше Боря ше? Жұлдыз ауруымен ауырып қалды деген бар ғой, мынада да сондай болды ғой. Қойыңызшы. Жаңа вайн түсіре бастадық қой. Вайн түсіре бастағанда бұл маған басында бүйтетін. Мен енді өзімен бұл енді мұғалім болғаннан кейін де қойшы педагог қой. Оқушылар бар, мұғалім, директор бар. Бұл маған қоймайтын. Тәке бір ерлі зайыптылар сияқты андай бір күшті ана кімдер сияқты ана конкрет кімдер ана қазір сотталып кетті кім еді ана Мейірбек па? Мейіржан. Сол әйелге күшті нәрсе істейді. Соны істейді дейтін еді мен де қойшы сен әйелім ба мен екеуміз жүрейін. Мен бұны көрсетпейтін эфирде вообще. Әйелім бар бірақ кім екенін құпиясы көп бұрындар в общем даже көрсетпеуге жасыруға тырысатын еді. Қоймады сонымен ана бір нәрсе істейтін болдық тағыны әйелімен күйеу нәрсені бір істедік тағыны. Салғым келмей, салды мен Инстаграм. Өзі тикток жоқ кезде. Бір вайн, е? Иә, бір вайн деп білмеймін, прикол ғой өзі. Бытовуха деп ерлі зайыптыларды саласа бен, анан просмотр кетіп қалса бола ма? Өтіп кетті ма? Сөйтіп ой келді, даным. Нұргүл, давай, почему бы нет дедім, просмотр ғой. Сөйтіп 2-3 видео түсіріп алдым. Әртүрлі бар. Сөйтіп оны салдым, арасында апталап, бір апта тастап сөйтіп салып жүрдім да. Сонымен өзіме ұнап кетті дағыны, бір күні мынаған келсем, менің бүгін қолым бос емес. Ей! Не шығарсың сен, Өз айтып жүр дейсің басында. Мен жақта жазып қойдым біраз нәрсе, түсіріп тастайын, қаша қолым босайын. Суббота воскресенье болса мен жұмыстан келеді, шаршап келеді. Сонда өзінше
бір бос кезде түсірейікші деп адам деп күйдір сол адам звезда бұл бұйырса осы подкасттың просмотры көп болып комментарий лайк жазсаңыздар біздің Нұргүл әпкемізді звезда қылу сіздердің қолдарыңызда. Вообще сіз сөйлеспей кетпесін. Біздің арамызда енді балалар көптеген вайндарға нелерге біздің дәкең енді сіз бұрыннан авторсыз ғой енді. Біздің ана бауырсақтарға сіз өзіңіз анекдоттар жібергеніңіз рас па? Жаңа балалардан естіліп жатырмын да оң жақтан. енді алдын бұлар бірге неғын кезде Шымкентке көп келетін ғой. Енді отырған кезде әңгіме шығып кетеді. Бір анекдоттар айтып. Қазір мынандай анекдот десе бір еске түспей қалады ғой кейде. Бірақ енді көбісін сіз жібердіңіз балалар айтып отқан кезде бір еске түсіп қалса, мынандай анекдот бар деп видеомен жіберіп беремін. Мынандай пример голосовоймен жіберемін деп. Ана бір балық туралы не айтып, сол күйі шықпады сол, Балық туралы. Жоқ, ана не жарды ғой сіздікі? Самолет. Ол әлі шығады дегенше. Қайсы? Біреуін айтып жіберіңіз енді әке. Жоқ ана нені Қайсы? ит па? Ит па? Жоқ, анашы. Қазір мен ана стюардесстен билеймін, сөйтем, готовайт кіз балам дейді Жоқ. Ваня айтып береміз ғой мына жақта. Жоқ, ол ана не? Ол балық дұрыс анау. Ол балық кайф нәрсе. Жаңағы келіншегі жата бересің ба үйде ақша таппайсың, не алмайсың. Хотя бы жұрттың байлары сол балыққа барса, балық әкеп, балдарға қарны ашып отыр, балық көппек дейді да, намысына тиеді. Күйеу шелегін алып, қармағын алып кетеді ғой, өзен жағасына барады. Балық ұстап, действительно әйел шын ниетпен шыққан ба, 3 мынандай балық соғып келеді ғой. Өзі, әйелі, 2 кішкентай баласы бар. Үшеуінде қуырып жейін дейді дағыны, обал болады ғой, екеуін қуырып жейсілайық дейді дағыны, екеуін қуырып жейді да, ана балық шелекті қап кетеді ғой сол кезде. Ертеңін таң атады, үйтеді. 2-3 күннен кейін келсе, ана балық әлі тірі дейді де, ана бір балыққа беді, соны жейді десе, барса әлі балықтың суының ішінде бит-бит жүр дейді. Ой, ой, несі өлімі жоқ екен, өмір сүре берсін дейді ғой. Сол күйі ұмытылып кетеді, ана су таусылып, ана балық құрғақ шелекте өмір сүріп кетеді ғой. Ауаға үйреніп кетеді ғой. Ажалы жоқ. Сусыз өмір сүріп. Ажалы жоқ балықта енді ананың ше. Сусыз өмір сүріп, шелектен шығып, үйде мысық құсап, ана балдары ана ойнап, диванда, бірге жатса бірге жатып, член семьи болып кетеді ғой. Член? Бір отбасылық бір мүшесі болып кетеді ғой ана балық. Ана балдарды уже ананы жеуге де қимай қалады да. Уже ана ажалы жоқ екен. Сонымен бір күні кәдімгі далада ит сияқты ойнап, сонымен ана бір күн таңда қорқырсын балыққа барайын деп, балыққа шықса ана ит құсап артынан еріп шыққан да. Аяғы жоқ қой, өз-өзін тастап жүреді да. Өз-өзін тастап дейді. Кәдімгі оны ат қойып қойған, Шарик, иттің атын қойып қойған, анау артынан еріп келеді, деп қояды, кеткен. Сөйтіп ана кетіп барады, өзеннің ана көпірінен өтіп бартқан кезде ана балық бит-бит суға түсіп, тұншығып өлген. Құрғақшылыққа үйреніп кеткен де. Көпірден құлап, суға батып өлген да. Ажалы судан болған да. Балық да суға кеткен ғой. Осындай керемет анекдоттан кейін бүгінгі подкастымыз өз мәресіне келіп жетті. Ажалы судан болған. Қоймай ма? Комментарий, лайк жазыңыздар. Егер де Тәкең мен әпкеміздің просмотры, Нұргүл әпкеміз ғой, көп болып кетсе, екінші часқа тағы да сізді шақырамыз сіздерді. Ол кезде уже сіздердің уақыттарыңызға уақытты қойып, әпкем ол кезде сізді болып кетейін деп тұр ғой, Құдай қаласа. Гонорар сұрайын деп тұр ғой, 2 балып қалмаса келмеймін десе. Сол, комментарий, лайк аямаңыздар, келесі қонақта кім болсын десеңіздер, астына жаза кетіңіздер. Бүгін кеште бізде болған Дәкең және Нұргүл әпкеміз. Рахмет, Алла разы болсын, аман болыңыздар.